Қадірлі достар, бүгінгі күнді менің яңы проект шаярту батл деген өзінің стартын ала. Бұл батылдың правилалары еңілгені, ябай ғана деп айтайын. Шу батылға хет өзігіздің досығызды, яки дошманығызды сақырағызды, оны тұрағында қаты етіп шаяртырға тейішегіз. Бізде бүгін бірісі қонақ ол Нияз Абдуллин. Мен оны сақырдым, һәм хәзірде енді келесі кадрда хет көрәгіз біздің батылды. Нияз, сәлем. Ниче бүгінгі әдірхімі батылға? Ну как, так, относительно. Қыдыл түгіл, бара енді. Элеккесе балар сақтарға. Су, па. Все, Мен баштайым. Ну, менен қайсы енді. Давай, башла. Ярай кеттік. Так, шулай етіп, менің самоирониям бар, өзімді оскорблять ете білем. Шоға бүгін қонаққа хені сақырдым. Нормально, нормально. Бәләгезні Нияз өткен КВН ойындарына өзінің қызына тәқдим етті. Шоға біріншісінен Рошанияның қайғыһын ортақлашу өтіп келеді. Шылайда мені Рошания әйткен бір факт ең туралы. Хамид ауылы хинең теге органы көк. Бәлекей. Вы хороший заход, ай, сразу кылгышынан. Так, ладно. Блин, смешно. Так, давай, второй. США, Америкала День благодарения бар. Онда енді курканы құрбанға қоялар, evet. Шуға көрі хин Америкаға көсмейін. Нормально. Прикольно. Так, Ну-ка. Нияз, сен башқұртса бек яқшы пародия Денис Дороховқа. Все, понял. Блин, прикольно. Жаңа дошло. Так, давай. Хини командаң бетен, evet. КВН-дағы Томбоев деп атала, evet. Томбоев как бы, ну, нық матур сәсқа түгіл, evet. Вот хин сәсқа ухаңда даже насарың. Прикольно. Так, КВН дегенде КВН ойындары алдынан бір мәл Нияз сен менге айттың өтінде. Сен идел Баймақтықына оқшамағаның. Ну, дұрысын айтканда Нияз сен өтін кешеге оқшамағаның. Кешеге, блин, хорошо. Хин шул хаттым қорқынасың, evet. Һәм ауылығында можешің қарасқы болып подрабатывать еттерге. И если Баймақта масленица өткерһәләр, ине яндырыдарны. Прикольно, прикольно. Нияз, әбелил өфінен алыс боларақ, хин моторлықтан алысың. Нормально, прикольно. Хинің сығышыңды, evet, телефонда қарап өткәнден хоң тауышын асырға олы. Типа, хиникен қарағанда беззвучно, а если хинің выступлениең бітә, можно уже. Прикольно. Нияздың келеші болғала, оның үшін секс ол ручная работа. Мои золотые руки. Ювелир, блин. Бұл үшін әрі еді. Ладно. Сырын айтканда хинің крышаң кеткен, evet. Башыңа хау тышқан, шуға башың тотыққан. Нормально, прям не ждал такую шутку. Кстати, мында не видно камераға, но оның сәсі рыжий. Ну, хары, тутыққан көк. Әрбетінде шул әртейден той бола етін, ба қатлы бейгірек ауырық уақыт ереген еді. Ал онан алда достар болған өтін, һәм Рошания үшін хин теге самый қорқыныс подруга болу ереген. Подруга? Та самая страшная подруга. Просто был, не, СМН даша оған. Факт. Так, Баймақтар, evet, легендарный мына жестары бар, көкірек қағалар. Баймақтар көкірек қаға, әхін секстан хың түшің дейі оған. Нормально. Бля, надо было с этой начать. Нияздың тауышы екенсіле сөнке тамағы ұшқылы өткен. Пидерская шутка. Хинен, evet, электронный почтаңды хорағалар, хин собака орына өдіңдің битіңді түшірі. Бля, жестко. Нормально. Нияздың фонында әр бір кеші моторырақ көріне. Даже Фидан. Даже Фидан? Фидан. Кәкіре. Ладно. Хинге тыныс йоқо тілемейдер, сүнкі хин былайда тыныс һәм йоқо. Мощно.
Нияздың балалары тик яртылыш қана матур болалар. Типа әсәләрне оқшап қара, да? Типа половина әсәһенән, половина тигән. Зачем? Так, Ивель, һин настолько неинтересный һәм непопулярный, хатта мин готов һинән интервью алырга. Так. Ага. Ну, если һин мин килгән проектын караһаң, там мин всякие шпаналардан интервью алырга. Поэтому, если кто в теме, это зайдет. Кадерле достар, безнең беренче серия Шаярту Батылдың тамам. Ниязга рәхмәт. Бәлки лә ошо Шаярту Батылдың һыгымталарын, кадерле достар, аларды һез определять итәсәк, голосование менән ошо видеоның астында голосованиега ссылка булачак. Зур рәхмәт.